Каусар, сен не істеп тұрсың? Қоламен тепсіз заң ғой адам ағзасына. Соны білмейсің ба не? Жоқ, білмеймін. Маған қоламен тепсе қатты ұнайды. Сенбесең жүр, Қалимат қызынан сұрайық. Саламатсыз ба, апай? Саламатсыздар ма, балалар? Апай, Каусарға қоламен тепсейдің зиян екенін айтмызсың. Дұрыс айтасың, Ислам. Каусар, коламен чепсе адам ағзасына өте зиян. Ал осы коламен чепсидің адам ағзасына зиян екенін өздерің іс тәжірибе жасап көргілерің келе ме? Иә. Олай болса менімен бірге зертхана алаңына жүре қойыңдар. Ал ендеше балалар, мен сендерді зертхана алаңындағы қауіпсіздік ережелерімен таныстырайын, иә? Балалар, зертхана алаңына келген кезде ең алдымен өзінің арнайы осындай киімдерін киюіңіз керек. Және де үлкендердің рұқсатынсыз ешбір нәрсені ұстауға, иіскеуге болмайды, жарай ма? Сәлем достар, менің атым Ислам. Менің атым Каусар. Біз коламен тепсиді зерттейтін боламыз. Иә, дұрыс айтасың, Ислам. Біздер бүгін коламен чепсидің адам ағзасына зиян екенін іс тәжірибе жүзінде зерттейтін боламыз, иә? Балалар, бұл не? Жұмыртқа. Жұмыртқаның түсі қандай екен? Бұл не, балалар? Шеге. Шеге қандай болып кеткен? Қара. Таттанып кеткен, иә? Осы шеге мен жұмыртқаны қазір стаканға салып, оған кола құйып, қандай реакция беретінін анықтайтын боламыз, иә? Қане, сала қойыңдар, жұмыртқаны сала қой. Көбісі шала. Мына стаканға көбісі коланы құямыз, да? Коланы құя қой. Құя қой. Газы шықсын, көрінеді ме? Қандай газы көп, иә, коланы? Енді сен мына стаканға су құя қой. Енді балалар, мына шегені тоже стаканға салып, қандай реакция беретінін көретін боламыз, иә балалар? Енді балалар, бұны бірнеше сағатқа қойып, күтейік, жарай ма? Олай болса балалар, келесі іс тәжірибемізге көшейік. Бізге қажетті құралдар: Су, кола, және де шарлар керек, иә? Балалар, қазір мен сендерге көмектесіп жіберейін. Мына таза суымызға шарымызды кигізейік. Коламызға шарды кигізейік. Міне балалар, шарымызды суға және де колаға кигіздік, иә? Енді Каусар мынаны қатты шайқай қой. Сол кезде мына шар үрілу керек, иә? Қатты шайқа. Сен мына суды шайқай қой. Қоттай қой, Каусар. Міне колаға кигізілген шар қандай болып үрілді, иә? Үлкен болып шарымыз үрілді. Ал таза суға салып қойған шарымыз не істеді? Үрілмей қалды. Міне балалар, бұдан шығатын қорытынды қандай? Коланы көп ішсек не істейді? Тісіміз қараяды, және де ішіміз ауырады деген. Сондықтан да коланы көп ішпеуіміз керек. Коланы көп ішсек, ішіміз мынадай болып үріліп кетеді екен, иә балалар? Ислам, Каусар, ендігі үшінші тәжірибемізде чипсидің зиян екенін анықтайтын боламыз, иә? Ол үшін бізге ақ парақ пен чипси қажет болады. Қане, мына чипсиді ақ қағазға сала қойыңдар. Ақ қағазымызды беттестіріп жабамыз. Жауып, қатты басамыз. Ашып қалған чипсиді өзінің орнына салып қойсақ, мына шешіп. Бұдан шығатын қорытынды қандай десем? Чипси майлы. Иә, оны көп жесек? Оны көп жесек, асқазанымыз ауырады. Дұрыс айтасың, міне көрдіңдер ме балалар, ақ қағазға қандай майсы жоғалып қалған, иә? Чипсиді көп жесек, асқазанымыз майдан ауыратын болады. Каусар, Ислам, бірінші жасаған іс тәжірибеміздің қорытындысын қарайықшы, иә? Қане, Каусар, қарай қойшы. Сенің стакандағы жұмыртқаның түсі қандай болған екен? Қарайық. Қандай болған? Қап-қара болып кеткен, иә? Ал таза суға салынған жұмыртқа қандай болған екен? Аппақ күйінде тұр, иә? Ал бұдан шығатын қорытынды қандай, Ислам? Коланы ішіп, жұмыртқаны салсақ та тісіміз де қараяды. Иә, жұмыртқа сияқты тісімізде қап-қара болып кетеді, иә? Сондықтан да коланы көп ішуге болмайды. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді қалған біздің тәжірибеміз, балалар, бұнда біз не салып едік? Шеге, иә. Енді шегеміздің түсі қандай болды екен? Қарайық. Міне балалар, шегеміздің түсі қандай болған? Аппақ, иә. Қап-қара шегені колаға салған кезде не істеген? Аппақ болып жүрген. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Каусар, енді сендің ба? Иә, сендім. Мен коламен чипсиді мүлдем жемеймін. Достарымызға не айтамыз? Достар, сендер де коламен чипсиді жемеңдер. Жарайсыңдар, балалар. Осымен іс тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңдар.